Баршаңызға қайырлы күн, есімім Гүлім. Бүгін сіздермен құрамында ашытқысы жоқ және сода қосылмайтын керемет жұмсақ болып шығатын мінсіз жеті нанның рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепт шын мәнісінде сондай керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге дайындаңыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышты салып, оған дәміне қарай тұз және қант қосамыз. Барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап бір рет араластырамыз. Содан соң оған жұмыртқаны қосып, ас қасықпенен өлшеп 2 ас қасық сұйық май құямыз. Содан соң сүтімізді қосып, барлық ингредиенттерді жақсылап лопаткамен араластырамыз. Қайнаған суды қамырға бірнеше рет бөліп, аз-аздан қосамыз. Ары қаратай қамыр илеуді жалғастырамыз. Барлық суды бірден қосуға болмайды, тек осылай аз-аздан қосып, қамырымыз біріккенге дейін ғана қосып отырамыз. Қамырымыз біріге бастаған уақытта су қосуды доғарамыз. Суларыңыздың мөлшері бұдан аз кетуі мүмкін. Біздің қамырымыз осындай дөңгелек біркелкі болып шығу керек. Дайын болған қамырды осылай салафанға салып, бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. Уақытымыз өтіп, қамырымыз тынып болғаннан кейін оны салафаннан босатып, қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Осылай мен ең алдымен 2 бөлікке бөліп аламын. Содан соң әр бөлікті ұсақтап 7 бөлікке дейін ұсақтап бөлемін. Қамырды теңдей етіп бірдей бөліктерге бөлуге тырысамыз. Әр қамырды дастарханымызға ұнымызды сеуіп, осылай видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек қалыпқа келтіріп аламыз. Барлық қамырды дәл осылай етіп, дөңгелектеп шығамыз. Дайын болған ұсақ дөңгелек қамырларды осылай салафанымызға салып, бетін жауып, шамамен 15 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Уақыт өткен соң әр бөлікті шығарып, осылай дастарханымызға ұнымызды сеуіп, әр қайсысын оқтауменен бірдей қалыңдықта етіп жайып шығамыз. Шамамен қамырдың қалыңдығы 1-1,5 мм болады. Міне осылай болып шығады. Әр қамырды дәл осылай етіп жайып шығамыз. Қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін видеоның соңында описание бөлімінен табасыздар. Видеоның астында еще батырмасын бассаңыздар, сол жерде толық нұсқасы жазылады. Қатты етіп қыздырылған майымызға шелпектерімізді салып, шеттерін осылай шанышқыменен көтере отыра үздіксіз айналдырып қуырып аламыз. Бірінші жағын қуырып болғаннан кейін, екінші жағына осылай аударып, екінші бетінде дәл осылай үздіксіз айналдырамыз. Себебі асты күйіп кетпей біркелкі болып пісетін болады. Барлық қамырды дәл осылай етіп пісіріп аламыз. Сіздерге де дәл осылай айналдыра отыра қуыруға кеңес беремін, себебі осылай жасайтын болсаңыздар, жеті нандарыңыз біркелкі болып қуырылатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығы біркелкі түсте қуырылып шықты. Және асты да күйіп кетпейді, барлығы біркелкі болып қуырылып шығады. Қараңыздаршы, қандай әдемі біркелкі болып пісіп шықты. Бұл рецепттің құрамында ешқандай ашытқы және сода қосылмай жасалды дегенге ешкім сене қоймас. Шын мәнісінде сондай керемет, өте дәмді, дәмі тіл үйретіндей болып шықты. Осындай жұмсақ, мамықтай нәзік. Сіздерге дәл осы рецепт ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.